қазақ тілі туралы осындай ой білдіруі, жиі ой білдіруі, мына біздің билік адамдарының беретін месседжіне байланысты емес пе? Оны тілді саясатқа айналдырмау керек. Ол азамат мен көрдім, ол артық кетіп қалды. Сондықтан да уполномоченный орган дейді ғой, құзыретті органдар бар. Енді олар өзі тиісті бағасын оған бере жатар. Мысалы, президент жақында ғана орыс тілін қолдайтын, қорғайтын халықаралық қор құруды ұсынды ғой. Осындай бастамалар қазақ тілінің мәртебесін керісінше түсірмей ме? Мысалы, осы ұйымды құрудың өзіне наразылығы өте үлкен әлі де болып жатыр. Мен оны комментарийсіз қалдырайын енді. Мұхараповтың компаниясы бүгін қазақ тілінде постты жариялапты, бірақ менің ойымша оған құқық қорғау органдары, тиісті органдар өзінің бағасын бере жатады деп ойлаймын. Және президенттің айтуынша жалпы тіл мәселесін саяси сұраққа айналдырудың қажеті жоқ. Басқа азаматтардың қазақ тілін мысалы жаңадай кішкене төмен баға беріп, дұрыс қабылдамаған жағда мен іште өте нашар қабылдаймын. Билік адамдарының осындай әрекетіне ше? Билік адамдар қазақ тілін, мемлекеттік тілін білу керек. Себебі олар біріншіден мемлекеттік шешім қабылдайды. Күшті ұлт мына нәрсеге пысқырмау керек. Сондықтан да біреу бірдеңеде де мен өз басым тіл мәселесіне келген кезде ондай нәрсені үлкен мәселе деп санамаймын. Президент те осыны айтып отыр. Мемлекеттік тілді саясаттың қолшоқпарына айналдырмау керек деп. Ол дұрыс нәрсе.